Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 39-шы сабақ Бейбарыс Сұлтан тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма түсініп оқы, мәтін бөліктерінің ретін тап. Бейбарыс бүкіл өмірін араб еліне өткізеді. Бала ерекше болып өседі. Ат үстінен еңкейіп, жердегі нәрсені оп-оңай қағып алады. Қылышын жарқылдатып, жаудан қорықпай соғысатын. Ақылына күші сай жігіт бір күндері патша болады. Бейбарыс Сұлтан атанады. Баяғы заманда қазақ даласында Бейбарыс деген кішкентай бала болыпты. Көзі оттай жайнаған, денесі шымыр екен. Жаугершілік кезінде басқа бір елдің адамдары оны ұстап алады. Өз еліне алып кетеді де құл ретінде сатып жібереді. Бейбарыс Сұлтан қартайған шағында серуендеп жүріпті. Бір күні бір түп жусанды жұлып алып иіскейді. Жусанның жұпар иісі бойын елжіретеді. Кенет көз алдында туған жері елестейді. Бір ыстық сағыныш жүрегіне толады. Көзінен жас парлайды. Жусанды екі алақанына қысып бетіне басып тұрып қалады. Мынау шөптен менің туған жерімнің иісі шығады дейді қызметшісіне. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған кезде иіскеп, мауқын басады. Бұл дүниеде туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ. Мәтіннің авторы Алма Қыраубаева. Балалар, мәтіндегі құл дегеніміз басында еркі жоқ біреуге бағынышты адам. Бойтұмар дұға сөз жазылған үшбұрышты қағаз. Мауқын басады, яғни сағынышын басады деген сөзді білдіреді. Балалар, мәтіндегі бөлігін рет-ретімен айтыңдар деген екен. Олай болса, мәтіннің бірінші бөлігі ол жаңағы Бейбарыс деген сұлтанның болғаны, Екінші бөлігі әрине ол Бейбарыстың жігіт болып өскен шағы, Ал үшінші бөлігі, яғни қорытындысы мәтіннің, ол осы Бейбарыс сұлтанның қартайған кезі, оның жаңағы бір уыс жусанды бойтұмар етіп тағуы, оның туған жерге деген жаңағы сезімі, туған жерге деген сағынышы, бұның барлығы сол қартайған шағы, яғни мәтіннің соңы болады. Дәлелде, екінші тапсырма, Бейбарыстың жігіт шағындағы бейнесі қалай сипатталған? Бейбарыс сұлтанның жігіт шағындағы бейнесі шапшаң, жаудан қорықпай соғысатын ержүрек, ақылына күші сай деп сипатталады. Ол ақылы мен батылдығының арқасында қандай дәрежеге жетті? Ол ақылы мен батылдығының арқасында патша болды. Үшінші тапсырма, Бейбарыстың өмірінің қай кезеңі аяныш сезімін тудырады? Балалар, Бейбарыс сұлтанның өмірінің жаңағы қартайған шағындағы өмірі оның аяныш сезімін тудырады, Өйткені өмірінің соңғы шағында өзінің туған жеріне деген сағынышымен өмір сүреді, Ол туған жердің қадірін дәл осы қартайған кезінде жақсы түсінеді. Білгенге маржан. Жусан далалы, таулы, шөлейтті жерлерде өседі. Оның жұпар иісін басқа шөппен шатастырмайсың. Жусанның 81 түрі бар. Ол мал азығы. Жусаннан дәрі-дәрмек жасалады. Эфир майы алынады. Мінекей балалар, сіздер бұдан былай жусанның қандай шөп екенін, қай жерде өсетіндерін, және де жусаннан дәрі-дәрмек жасалатынын, және де эфир майының алынатынын білетін боласыздар. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Төртінші тапсырма, мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құрып жаз. Бірінші, кішкентай Бейбарыс. Екінші, Бейбарыстың сұлтан атануы. Үшінші, қартайған шағы. Қорытындыла. Бесінші тапсырма, туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ деген сөйлемді қалай түсінесің? Балалар, туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ деген сөйлем туған жерден өсіп, балалық шағың өткен жерден артық ештеңе жоқ дегенді білдіреді. Үй жұмысы, мәтіннің мазмұнын өзің құрған жоспар бойынша әңгімеле. Ертеде қазақ даласында Бейбарыс деген кішкентай батыл бала өмір сүріпті. Ол жасынан алғыр, епті болып, атқа мініп, түрлі өнерді тез меңгерген екен.
Бір күні жау шапқанда оны басқа елдің адамдары ұстап алып құл етіп әкетеді. Бейбарыс араб елінде өсіп, өзінің ақылдылығы мен батылдығын көрсете береді. Ол қылыштасуды, ат үстінде шайқасуды жақсы меңгеріп, елге сыйлы бола бастайды. Көп еңбек пен ерліктің арқасында бейбарыс бір күндері патша болып сұлтан атанады. Халық оны әділ әрі ержүрек басшы ретінде құрмет тұтады. Қартайған шағында бейбарыс бір күні серуендеп жүріп жусанның иісін сезеді. Сол жусанның иісі оның туған жерін, даласын және балалық шағын есіне түсіреді. Ол жусанды алақанына қысып, туған жерден артық ештеңе жоқ екенін жүрегімен сезінеді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.